Сәлем достар, менің есімім Нұржаубаева Анель, мен сексолог тренермін, және де бұл сыр білім парақшасы. Бүгінгі тақырып вагинопластика жасатқан қаншалықты дұрыс, осындай сұрақ келді. Бұл әр босанған әйелге өте актуальны мәселе, себебі әр босанғаннан соң әйелдің қынабы, әрине бала босану жеңіл нәрсе емес, және де оны қалпына келтіру үшін әйелдер түрлі жолдарын қарастырады, оның ішінде вагинопластика. Енді менің мына жерде кері байланысымда, менің ойым қандай. Ең бірінші, вагинопластика бұл операция. Оны әйелдердің қынабын тіктіреді, қалпына келтіреді, және де гинекологтар өздері айтады. Сен уже бәрін туып болған соң, қыздар айтыңызшы, көбісі естіген шығар, маған да көбісі айтқан. Уже көп бәрін туып біткен соң, уже жаса дейді. Себебі, егер әйел қайтадан уже босанса, уже болмайды. Сол үшін вагинопластика көбінесе уже ары қарай жүкті болу және босану жоспарда жоқ болса, онда әйелдер жасатады. Енді осындай әйелдердің арасында қаншалықты жасату керек? Менің ойымша, әр әйелдің өзіне байланысты. Кейбір қыздар, мысалы, жаттығу жасағысы келмейді. Андай операция, пластический хирургия, түрлі нәрселерді жасайды, қорықпайды. Осындай қыздар болса, неге жасамасқа, мысалы. Менің ойымша, бұл ең бірінші уже асқынып кеткен кезде, когда уже өте әлсіз, өте андай плачевное состояние вагинопластика. Екінші, бұл ешқандай жаттығу жасағысы келмейді, тез нәтиже алғысы келетін қыздар болса, сондайға болады, мысалы. Әрине, вагинопластикаға дейін сіз анализ тапсырасыз, барлығын тексересіз, бәрі таза болу керек, осындайға сізде бәрі нормально болса. Бірақ қыздар өте маңызды нәрсе. Менде тәжірибемде сондай қыздар болған, вагинопластика жасаған, бірақ дәрігерлер өзі сосын айтады, осы қалыпты ұстап тұру үшін жаттығуды жаса. Яғни сіз вагинопластика жасап, өмір бойы сізде тар, ештеңе жасау керек емес, осылай жүре бересіз деген нәрсе, ол дұрыс емес, ол миф, шындық емес. Себебі по-любому бұлшықеттер толық әлсірейді, қайтадан өз қалпына келеді. Так что пластика жасаса да, міндетті түрде реабилитация бар, өз қалпына келу, және де сол қалыпты ұстау үшін жаттығу да әртүрлі өзім күтім жасайсыз. Қаншалықты дұрыс деген сұрақ, мына жерде дұрыс-бұрысы жоқ. Әр әйел өзіне керегін таңдайды. Әр әйелдің өмірі басқаша, өзінің ситуациясы бөлек, қарым-қатынасы бөлек, жұмысы, ақшасы, денесі әртүрлі. Әр әйелге әртүрлі жаға. Так что сіз өзіңіз қалай сезесіз, егер де нет, мен жасатайын, лучше маған сол жасатқан дұрыс болады деп ойласаңыз, пожалуйста, жақсы дәрігерді іздеңіз, жақсы отзывтармен, осындайды жақсы өзіңізге ұнайтын дәрігер болу керек, сізді осылай нәтижеге жеткізетін. Потом күтім тарапынан сізге консультация беретін. Бірақ сіз, наоборот, бір сомнение болса, что-то керек пе, керек емес пе деп ойласаңыз, онда міндетті түрде лучше жасамаған соң, лучше міндетті түрде жаттығуды жасаңыз. Жаттығу, всякие қосымша, всякие есть физио, денені шынықтырыңыз, потому что қынап астыңды ретке келтіру үшін сіз ішті, сіздің корда бұлшықеттерде мықты болу керек. Ол комплекстік жұмыс, оның барлығын сол жаққа қарастырыңыз. Әрине, мен өзімді қарастырсам, әрине, мен соны таңдар едім. Лучше фитнеспен айналысу, кор бұлшықеттерін қатайту, астыңғы жағымды қатайту. Бұл дұрысырақ менімше. Сіз оны әрине өзіңіз таңдайсыз, және де ең басты өз жүрегіңізді тыңдау.